Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 11 ақпан 2026 жыл. Мынау эфирге шығып отырған себебім қазіргі таңда ең түйткіл мәселенің бірі де бірегейі мынау ата заң болып отыр. Ата заңымыздың 9 бабының 2 тармағы тіл мәселесі болып отыр. Бұдан да басқа түйткілді мәселелер жетерлік. Мына тілді осы ата заңды қабылдату үшін біздің билігіміз не бір құйтырқылықтар бар отқан көріп отырсыздар. Біреуге мал қайғы дейді, біреуге жан қайғы дейді. 80-нен асып өзін денсаулығы болмай жатқан Шақановқа мен осыны қолдаймын деп айтып отыр. Жүрсін Ерман ағамыз денсаулығы болмай жатыр, оған да осыны айтып отыр. Не деген бейшаралық. Өзіне денсаулығымен әуре болып жатқан азаматтар олар. Тыныштық беріңдер. Мереке Құлқенов деген мынау жазушылар одағының төрағасы, ақын жазушыларымызды жиып алып өткенде дөңгелек үстел өткізіп осыны қолдаймыз деп отыр. Ақын жазушы деген халықтың бет пердесі. Сенде тек қана ода жазасыңдар ма сонда? Жазушы, ақындар. Одан кейін Тұңғышбай Жаманқұлов деген ағамыз шығып алып кеше ода осыны қолдаймын деп отыр. Ата заңға тұр ғой дейді. Бірінші жаңағы қазақ тілі мемлекеттік тіл деп дейді. Мынау 30 жылдан аса мына осы тіл маңда жүрген мына Қазбек Иса деген бауырымыз 2 рет депутат болып 3-ші реттен үміттеніп отқан шығар. 180 градусқа бұрылып кетті. 30 жыл оппозицияда жүрген мына Ермак Бапи деген бауырымыз. Бұлардың айтатын уәжі. 3 жылда Украина жаңағы осы тіл мәселесінен орыста соғыс ашыппыз. Қазақта жақсы сөз бар. Шымшықтан қорыққан тарих бет дейді ағайындар. Біз тәуелсіз елміз. Одан кейін Айдостарым, Ерлан Сайыров, жаңа тағы да кім бар? Мақсат Толықбай, басқасы депутаттардың, жандай шаптардың барлығы деп осыны қолдап отыр. Осы заңдарды. Егер сендерге тіл мәселесі тең болатын болса, мен сіздерге мысал келтірейін. Журналистік зерттеу агенттігінің төрағасы, желтоқсаншы көп балалы әке, тәуелсіз журналист Мирболат Мырзатаев 4 жыл қамап тастадыңдар ма? Осы мәселенің тілдегі теңдігі. Одан кейін басқа да кемшіліктер жетерлік. Мына халық кеңесі преамбуласы дейді, яғни кіріспесіне жазып қойған халық кеңесі деген ұйым құрылды. Сіздер ойлап отырған шығарсыз, халық десең жоқ, бұл кешегі Назарбаевтың құрып кеткен жаңа не дейді, халық ассамблеясы Қазақстан. Соның тонын теріс кигізіп, қазіргі таңда халық кеңесі қылды. Олар біздің тағдырымызды солар шешеді екен. Референдум жариялайды екен. Өткенде сыбыс шыққан болатын. Ресейге қосылатын, осында референдум жарияланайын деп жатыр. Міне осыған дәлелсіздер. Олардың кеше ата-бабалар небір тәркегімен келіп еді, кейбір депорт болып келді, кейбір қашып келді, кейбір отанынан, сотынан, түрмесінен, бала шағасынан қашып келген азаматтардың ұрпағы енді біздің үстімізге шығып, бізге жаңағы қожайындық қылайын деп отыр. Мына үй тарқатылу керек. Екінші мәселе, Алатау Сити деген қала салынбақ. Мемлекет ішіне мемлекет құрылмақ ағайындар. Қытайларға осында байлығымыздың бәрін беріп отырсын. Қытайдың бай болуына, Қытайдың осында өркендеуіне, өнуіне тікелей Қазақстан себепші болып отыр. Тоқтатылу керек Алатау Сити деген қаласы. Масс медиаға, яғни сөз бостандығына шектеу қойылайын деп отыр ағайындар. Онсыз да шектеуіміз аз емес еді. Түшкі сапар қамайтын, түшкі сапар жаңағы үстімізден аз тұрып, қудалайтын, айыппұл салатын, енді одан да зорайын деп тұр. Митингі деген ұмытқанымыз қай заман. Отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты іс-қимылдар заңы. Бұл заңмен зерттеп шыққан азамат ретінде айтамын. Жаңағы осының басымдылық берілетін болса, отбасының ойран болады. Бала шағамыз тартып алатын заң мынау. Аты басқа, заты басқа заң. Азаматтық беру жөнінде. Олармен біз тең екен. Жаңағы қаңғырып келген Қытайы бар, негрі бар, Европалы бар, Ираны бар, басқасы бар, Вьетнамдығы бар деген сияқты. Кеше мен оңтүстіктен келдім. Мақтааралға Жетісайды қазіргі таңда өзбек ағаймен тәрбиеге басталған. Ол менің ұлтым бөліп атқан емес, бұл болған оқиға. Оңтүстігіміз қазір көрділер, Әзербайжандар басып алған. Әрқайсысымен 10 бала, 8 баладан шығады. Кемі 4-5-6 бала шығады. Бір үйде 5 балаға шейін мүгедектік алған жағдайлары бар. Мен осындай хабарлар келіп жатыр. Мемлекеттен берілетін жәрдемақылардың барлығы солар болып жатыр. Бұл деген сөз, бұл жаңағы 3 айда азаматтық беру, яғни ата-бабалар осы жерде тұрып кеткен, енді соларға азаматтық алып, осы ақшаларымыздың барлығы солар кетіп жатыр. Одан кейінгі мәселе 3 айда азаматтық беріледі. Украина, Белоруссия, Россия, Қырғызстан азаматтары. Бұлар тоқтатылу керек. 3 жыл азаматтық беріледі, ол некеде тұрса Қазақстан азаматымен. Ол кім бұл жол болсын?
5 жылда азаматтық беріледі. Ол Қазақстан тұрақ болса. Міне кеше менің Facebook парақшамда тұр, Шүкір Абдуллаев деген. YouTube каналыма Қазақ патриоттен кіріп көріңіздер. Сол жерде барлығын видеоларды мен көрсеткенмін. 61 мың Қытай қазақ азаматтығын алып отыр. 25 мың қызымыз Қытайларға тұрмысқа шығып отыр. Міне, сендердің визасыз режимдерінің жақсылығы міне осы. Мынау 50 жылда, 100 жылда берілу керек азаматтық. Алып тасталыну керек мынау 3 жылда, 5 жылда, 3 айда деген. Одан кейін шетелге тиген қыздар азаматтан айыру. Бұл ата заңға жазылу керек. Бұл әлемдік тәжірибеде бар нәрсе. Мен бүгін қатарынан шығарып отқаным жоқ қағайды. Визасыз режим тоқтатылу керек. Міне. Одан кейін жаңа шетелден келген азаматтар 14-ші бабына жазып қойыпты. Ол шетелден келген азаматтық жүз азаматтарында бізбен құқық тең екен. Дамыған, өзін құрметтейтін мемлекеттерде жаңағы мемлекет құрушылық бір саты жоғары тұру керек. Ол солай дамыған елдер бар. Жер мәселесі көріп отырсыздар ағайындар. Жер халықтық екен, бірақ сол халықтың атынан билік, мемлекет жаңағы жалға да береді екен, шатады да екен, шетелдікке де өз азаматтарымызға. Міне көріп отырсыздар. Осының арқасында Қытайлар қаншадан қанша мың гектарлар жер беріліп жатыр қазір. Жайылым жерлерімізді, егіндік жерлерімізді, шабындық жерлерімізді, басқа жерлерімізді, мал бақылауға да пайдалы қазбаларымыз туралы да осылай дәл осындай. Пайдалы қазбаларымыз қазіргі таңда Қытайдың, орыстың 162 жаңағы атабасы біз осы жерді қорғаған азаматтар бар екенбіз 162 адам. Солардың арқасында қазір қазақтың күннен күнге жағдайын төмендеп отқан мына осының кесірі болып отыр. Президентке ешқандай құзырет берілген жоқ дейді. Қалай берілген жоқ? Көріп отырсыздар. Соттың төрағасын сол сайласа. Жаңағы мынау прокуратураның бас прокуроры сол сайласа. Аудан әкімдерін, қала әкімдерін, облыс әкімдерін сол сайласа. Парламенттің төрағасын сол сайласа. Құзырет демей не бұл? Міне көріп отырсыздар. Адам құқықтары, бостандықтары туралы айтасыңдар. Дұрыс? Адамның құқықтары, бостандықтары туралы айтатын болсаңдар. Қазіргі таңда 50-ден аса азаматымыз жаңағы не дейді, ИВС-терде отыр. Уақытша ұстау изоляторларында отыр. 50-ден аса. Олар саяси көзқарастары үшін отыр. Сол мәселелердің жаңағы адамдардың құқықтары, бостандықтары туралы айтып отқандары. Мұхаммед Кәрім деген бауырымыз отыр. 7 жылға қамалып кетті. Айгерім Тілеужан деген аэропортты басалайын деп алды, оны қамалып кетті. Сол жерде жаңағы қаласы деген тағы 5-6 азаматтар қамалып кетті. Мұнда тағы да бір азаматтарымыз бар. Трактормен Астананы басалайын деді. Тағы 5-6 азаматымыз Алматы қаласында жатыр. Қарағанды қаласында жатыр. Мұрат Жыланбаев деген 7 Гиннестің кітабына кірген азаматымыз жатыр. Осы мәселелердің бостандықтары, сөзден құқықтарын міне көріп отырсыздар ағайындар. Міне осындай ата заңды қабылдамақ болып отыр. Барынша қазіргі таңда сіздер мажоритарлық системаны алып тастадыңдар. 23 жылмен мажоритарлық система арқылы түскен азамат ретінде айтайын. Ол кезде мажоритарлық системаны кіргізіңдер, бірақ өз азаматтарының алдында. Соның үшін де барлық менің орныма сол жаңа мына Нұр Отанның азаматы кірді, қазір аманат дей ма не дейді. Қадат Балабиев деген біреу отыр сол жерде. Аузын ашпайды ол. Сол мәселенің жаңағы мажоритарлық системалары. Бір палаталы деп қосындығы жаңа не дейді, партия түгіл. Мен қазіргі таңда қоғам бірлестік тіркете алмай жүрмін. Республикалық қоғамдық бірлестік тіркете алмай жүрмін. Филиалдарды аша алмай жүрмін. Ана күні жаңа Айдос Сарым айтып отыр, ойбай, келді партиясындар, бәрін жаңа тіркеп жатырмыз, ашып жатырмыз. Қайда сен ашып жатқан? Ей, Айдос, Құдайдан қорық сен. Сен ол жерге байлап қойған жоқ. Ертең халықтың алдына қайтып келесің сен. Сол кезде халықтың бетіне қалай қарайсың? Мынаған өз пікірлеріңізді жазыңыздар, тарқатуға атсалысыңыздар, құрметпен қоғам белсендісі желтоқсаншы Құдай Шүкір Абдуллаев. Аман болыңыздар.